Сәлем достар. Мен Синцзяндағы бизнес тренермін, жобаларды басқару бойынша сертификатталған жобалар менеджерімі. Бүгін сіздерге жобаларды басқару курстары дайындалды. Ал бүгінгі тақырып бірінші сабақтың тақырыбы жобаларды басқарудың негіздері. Біз жобаларды басқарудың негіздерін қарастырамыз. Әрі қарай халықаралық жобаларды басқару стандарттарын, сондай-ақ ұлттық жобаларды басқару стандарттарын қарастырамыз. Курстың мақсаты жобаларды басқару туралы жалпы түсінік алу, құрылымдық түсінік қалыптастыру. Жобаларды басқару дегеніміз не, операциялық қызмет пен жобалық қызметтің айырмашылығы неді? Біз халықаралық және ұлттық стандарттармен танысып, жобаларды басқару терминологиясын зерттеп, жобалар менеджері кім екенін, жобадағы негізгі тұлғалар кім болатынын талқылаймыз. Әрбір компанияның құрылымында екі негізгі қызмет түрі бар: операциялық және жобалық қызмет. Операциялық қызмет компанияның күнделікті жұмысын қамтиды, ол 80-ді құрайды, ал жобалық қызметке тек 20 қалады. Бірақ бұл жағдай компанияның қызмет саласына және ерекшеліктеріне қарай әр түрлі болуы мүмкін. Кейбір компанияларда жобалар компанияның негізгі жұмысын құрайды. Сол себепті жобалар барлық жағынан мемлекеттік құрылымдар мен ұйымдар тарапынан келеді. Сондықтан бұл тақырыпты әр түрлі тұрғыдан зерттеуге болады. Бірақ бастайтын болсақ, операциялық және жобалық қызметте нормативтік құжаттамалар мен стандарттау бар екенін ұмытпауымыз керек. Операциялық және жобалық қызметтер міндетті түрде стандарттауды қажет етеді. Операциялық қызметке сапа стандарттар, менеджмент стандарттар, құжат айналымы стандарттар, ішкі жобаларды басқару стандарттары жатады. Ал жобалық қызметке TC 6 стандарттары және жақында шыққан 7-ші ISO стандарты жатады. Осы стандарттар жобаларды басқару саласында кеңінен қолданылады. Операциялық қызметке мысал ретінде бизнестің негізгі процестерін айтуға болады. Мысалы, студенттерді қабылдау, бұл операциялық қызмет; қызметкерлерді жұмысқа алу, операциялық қызмет; келісім шарт жасау, операциялық қызмет; есеп беру, бұл да операциялық қызмет. Барлық бұл әрекеттер қайталанатын және ұйымға пайда әкелетін қызметтер болып табылады. Ал жобалық қызметте идеялар пайда болады, олар бизнес процестерге айналады және арнайы өнімдер мен қызметтер шығарылады. Мысалы, жаңа зауыт салу, жаңа балабақша ашу, жаңа университет ашу, осының бәрі жобалық қызметке жатады. Ал осы өнімдер мен қызметтерді сату операциялық қызметке жатады. Операциялық және жобалық қызметтердің ұқсастығын түсіну үшін олардың негізгі белгілерін білу маңызды. Операциялық және жобалық қызметтің екеуін де адамдар жүзеге асырады. Қандай да бір қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстарды үнемдеуге тырысу керек. Сонымен қатар, барлық қызметтер белгілі бір уақыт кезеңі бойынша жүзеге асырылады. Бірақ операциялық қызмет үнемі қайталанып отырады, ал жобалар уақытша және бірегей болып табылады. Жобалар ұйымның өзгеру қозғаушы күші, себебі олар жаңа идеяларды, өнімдер мен қызметтерді жүзеге асырады. Жобаларды басқару дегеніміз, жобаны жүзеге асыру үшін білім, дағдылар, құралдар мен әдістерді қолдану, оның талаптарын қанағаттандыру мақсатында жұмыс істеу. Жобаларды басқару ұйымдарға жобаларды тиімді және нәтижелі жүргізуге мүмкіндік береді. Жоба менеджері қандай да бір жобаны басқару үшін қажетті әдіснаманы, құралдарды және ресурстарды қолданып, оны белгіленген мерзімде, бюджетпен және талаптарға сәйкес аяқтауға міндетті. Жобаларды басқаруда маңызды 3 шектеулер бар: уақыт, бюджет және ресурстар. Бұлар жобаны сәтті орындау үшін маңызды элементтер болып табылады. Егер осы 3 элементтің біреуі бұзылса, жоба табысты болмайды. Қазақстанда жобаларды басқару стандарттары ретінде 2500-2014 жобаларды басқару жөніндегі нұсқаулық және РК 2831-2016 стандарттары қолданылады. Осы стандарттарға сәйкес компаниялар өздерінің жобаларын басқару кезінде ережелер мен талаптарды орындайды. Сонымен қатар халықаралық стандарттар мен әдіснамалар да қолданылады. Мысалы, ISO стандарты, ол Америка құрама штаттарында қабылданған. Жобаларды басқару институты 1969 жылы Филадельфияда негізі қаланған. Жоба басқару бойынша білімді жаңартып отыруды, жаңа фреймворктерді әзірлеуді, сондай-ақ сертификаттау және оқыту жұмыстарын жүргізеді. Бұл бүгінгі күні өте ірі және маңызды ұйым, ол жобаларды басқару саласында үлкен жетістіктерге жетті. Стандарты бойынша жобаларды басқарудың негізгі әдіснамасы. Жобаларды басқару бойынша білімдер жинағы, ал оның әртүрлі нұсқалары бар. Мысал, бағдарламаларды басқару және портфельдерді басқару бойынша стандартта. Тің басты идеясын түсіну үшін оның 5 негізгі процесін білу қажет: бастау, жоспарлау, мониторинг және бақылау, орындау және аяқтау. Бұл процесс топтары жобаларды басқарудың барлық кезеңдерін қамтиды. Бастапқы нұсқасы 1987 жылы шықты, кейін бірнеше рет жаңартылды. Бүгінгі таңда 6-шы нұсқасы қолданылып жүр. Сонымен қатар, Базел, жұмыс барысын икемді басқару,
сияқты жаңа терминдер мен тәсілдер қазіргі таңда тек ақпараттық технологиялар саласында ғана емес, басқа салаларда да қолданылады. Бұл курс барысында біз осы барлық процестер мен құралдарды толық қарастырып, жобаларды басқарудың барлық аспектілерін үйренетін боламыз.